Біз үш өлшемді өмір сүретімізді қайдан білеміз? Көмек. Кеңістіктегі нүктені анықтау үшін үш координатаны x, y, z немесе ендік, бойлық, биіктік қолданатындықтан ғана емес. Себебі ол міндетті емес. Математиктер көрсеткендей 2D немесе 3D кеңістікті бір өлшемді толтырушы қисық сызықпен толтыруға болады. Яғни үш өлшемді кеңістіктегі әрбір нүктені бір ғана координатамен қисық сызықтағы орнымен белгілеуге болады. Бұл шаршы мен оның бір қабырғасындағы нүктелер саны тең деген сөз. Ғажап емес пе? Сонымен біз қисайғаны сонша үш өлшемді сияқты болып көрінетін бір өлшемді сызықта емес, үш өлшемді кеңістікте тұратынымызды қайдан білеміз? Қысқасын айтқанда білмейміз, бірақ оның 3D сияқты көрінетін анық білеміз. Енді мұны қайта тексереміз. Мұның бір жолы газдың диффузиясын, яғни уақыт өте таралуын бақылау. Газ бұлтының көлемі мен радиусының қатынасын өлшейік. Бір өлшемді кеңістікте радиус пен көлем бірдей, көбейткішке дейінгі дәлдікпен. Екі өлшемде көлем бұл аудан немесе радиусының квадраты, үш өлшемде радиусының кубы. Жоғары өлшемдер үшін дәреже арта береді. Және біздің көретініміз бұл 3D. Жалпы алғанда қанша өлшемде өмір сүретінімізді анықтау бір құшақ ыстық ауа ғана.